Қайырлы күн достар, баршаңызға. Бүгін біз сіздермен банан қосылған шоколадный пирог әзірлейтін боламыз. Каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Және видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, қолдап қойсаңыздар. Ал ең алдымен біз құрғақ ингредиенттерімізді араластыра алатын боламыз. Ол үшін ұнымызды ыдысқа саламыз, үстінен какаоны салып, қопсытқышымызды салып, сәл араластыра алатын боламыз. Какао мен ұнымыз біркелкі болып араласса болғаны, үстінен жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды сәл араластыра отырып, сүтімізді құямыз. Сүттеріңіз бөлме температурасында болса да болады, немесе холодильниктен шыққан болса да болады. Оның ешбір маңызы жоқ. Және осы кезде қантымызды салып, тағы да араластырып тұратын боламыз тоқтамай. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай қиындығы жоқ, тіптен миксерді де қолданған жоқпын. Жай ғана қасықпен араластырып тұрасыздар, барлығы біркелкі болса болғаны. Үстінен енді осы кезде сұйық май құямыз. Және де ерітілген сары май құйып, барлығы біркелкі масса болғанша араластырамыз. Дайын қамырымыз сұйықтау болып шығады, дәл осылай болуы қажет. Енді банандарымызды қабығынан аршып, турап аламыз. Формаларыңыз кішірек болса, банандарыңызды ұзыншақтығы бөлсеңіздер болады. Формаларыңыздың көлемі кішірейген сайын сіздердің пирогтарыңыз қалың, биік болады. Менде видеодағы формам үлкенірек, сондықтан мен пирогым сәл жұқарақ болып шығады. Және мен банандарды кішкене сәл ұсақты бөліктерге бөлшектедім. Банандарыңыз қамырдан сәл көтеріліп шығып тұрса, еш қорықпаңыздар. Қамырдың құрамында қопсытқыш болғандықтан көтеріліп піседі. Сол кезде банандарымыз ішінде қалады. Мінекей дайын пісқан түрі. Үстінен шоколадный мен сироп жасадым. Сіздер кәдімгі шоколад ерітіп құйсаңыздар да болады, немесе басқа да крем жақсаңыздар болады. Осымен мен пирогым дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шығады, және құрамындағы бананның да дәмі өте ерекше дәмді болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.